Жүсіпбек Аймауытов, Торғай мен Қарлығаш. Қораның төбесінде қарлығаштың ұясы бар еді. Екі қарлығаш ұяға кезек-кезек келіп жүруші еді. Бір күні екеуі де ұядан ұшып кетті. Олар жоқта төбедегі тесіктен бір торғай ұшып кірді де ұяның ернеуіне ырғып шықты. Алақ-жұлақ етіп қанатын бір қағып ұяға кіріп кетті. Торғай ұядан басын қылтитып, шықылықтап қояды. Кешікпей ұясына бір қарлығаш келді. Ұяға кіре беріп торғайды көрді де қалбалақтап, шырылдап, біраз тұрып ұшып жөнелді. Торғай тапжылмай отырып, шықылықтап қояды. Бір мезгілде бір топ қарлығаш сау ете түсті. Бәрі де бір торғайды көруге келгендей кезек-кезек ұяға барып қарасты да дір етіп ұшып кетті. Торғай қорқатын емес. Әуелде торғайдың мойны көрініп тұр еді. Сосын басы қылтиятын болды. Енді бір келгенде тұмсығы ғана көрінді. Ақырында түгі де көрінбей кетті. Қарлығаштар торғайды ұяға қамап, майлап бітеп болды да ұшып кетті. Бәрі де қораны айналып дөңгелене қалықтап жүр.